пәтерді басқаннан кейін адресінен төлем жасалады. Содан кейін барып бір айдай уақыт алады тауардың өзі келу үшін. Каждый уведомление электронды почтаға келіп отырады. Ол электронды почтаның бәрін өз данныйыңызға тіркейсіз. Мына жерде личный информация кіргенде мына жерде барлық данныйлар тіркеу керек. Өздеріңізді данныйды әзір тіркеу керек. Осы бойынша электронды почтаға каждый уведомление келіп отырады. Енді мынау Қытайдағы адрес. Қытайдағы адрес. Мынау Қытайдағы адрес. Осы адрес бойынша мына складқа керек. Осы адрес бойынша складқа керек. Осы складқа келген тауар так. Мына тауарға тапсырыс бергеннен кейін ол тауар қабылданып, сосын қабылданғаннан кейін осы мына жерде осы жерде тұрады. Тағы да айтып кетейін, осы жерде тұрады тауар, содан кейін осының тауар келеді, содан кейін барып оның доставкасын каждый салмағына осы жерде бәрі көрсетіп тұрады. Неше килограмм, қанша төлеу керек бәрі. Мына жерде тұрады бәрі. Осы жерде тұрады, қанша төлеу керек. Доставкасын төлегеннен кейін барып болды. Сонымен күтесіз тауарды. Так, мен тапсырыс берген тауарым. Так, көріңіз. Тапсырыс берген тауарым осы получение деп тұр. Салмағы міне 600 грамм. Мынау дейтін трек номері. Осы трек номері бойынша интернеттен қарауға болады. Қайда жерге келді, қай почтовый неге келді, соның бәрін қарап отырсаңыздар да болады. Мынау қай күні берілген уақыты. Статус получения деп тұр, суммасы міне 24 доллар. Дата заказа, номер заказа, адрес, перевозка Air Майфорд Снежет. Өз компания берген. Осы трек номер бойынша қарауға болады. Тапсырыс берген тауарым осындай лот мамочка тапсырыс берген, оның штугіне